Өмір қатыгез және әділетсіз болған үшін жеңілуді таңдайсыз ба? Тағы бір рет ойлап көріңіз. Мен 18 жасымда тұрмыс құрған едім. Отбасымдағылар ескілікті ұстанушы, қатал кісілер болды. Біз тәртіпті қыздар едік. Ешқашан ата-анамызға жоқ деп айта алмағанбыз. Әкем мені тұрмысқа бермек болды. Мен болса, бұл сізді риза етсе мейлі, келсем деген сөзден басқа еш нәрсе айтпадым да. Әрине тұрмыс құрғаныма мен бақытты емес едім. Тұрмыс құрғанымнан 2 жыл өтіп, мен жол апатына тап болдым. Бұл 9 жыл алдын еді. Машинаны жүргізіп келе жатқан жолдасымның көзі ілінген, және біз авария болдық. Ол секіруге үлгерді, өмірін сақтап қалды. Мен оның өмірі сақталған үшін қуаныштымын, бірақ мен машина ішінде қалған едім. Желкем, мойын омыртқаларым сынып, көп жарақат алдым. Тұтастай қабырғаларым сынған еді. Одан бөлек өкпем және бауырым қатты зардап шекті. Бірақ осы жарақаттар менің бүкіл өмірімді өзгертіп жіберді. Әсіресе омыртқамның және бел сүйегімнің сынып кеткені маған қатты әсер етті. Мен өмір бақи мүгедек болып қалдым. Сол кезде маған біраз адам келіп көмек көрсеткен. Машинадан тартып шығарды. Бірақ шығарып жатқанда мен әлде қашан мүгедек болғанымды түсіндім. Мен ауруханада 2,5 ай жаттым. Бұл күндер өте сұмдық еді. Мен қатты күйзеліске түсіп қалдым. Бір күні дәрігер келіп мына сөздерді айтты. Сен суретші болуды армандаған екенсің, бірақ сен мәжбүрлеп тұрмысқа беріп үйбекесі етіп қойыпты. Саған айтар жаман жаңалығым бар. Енді суретсіз алмайсың. Келесі күні дәрігер тағы келді. Және жарақаттарымның соншалықты ауыр болғанынан енді жүре алмайсың. Мен терең дем алдым. Және мейлі деп қоя салдым. Келесі күні тағы келіп омыртқаларымдағы қатты зардап шеккеннен перзент сүйе алмайтынымды айтты. Міне, мен дәл сол күні тәмам болдым. Әліге дейін есімде, мен анамнан не үшін дәл мен деп сұрадым. Сол күннен бастап мен бүкіл өмірімді осындай сұрақтар қоюмен бастадым. Не үшін жаралғанымды ойладым. Сол кезде мен сөздер жүрекке ем болатынын түсінгендей болдым. Анам маған бұл күндер өтіп кетеді. Құдай саған дайындап қойған керемет жоспарлары бар. Астында бір хикметтер жатыр, оның қандай екенін білмеймін, бірақ ол бар деп айтты. Сол кезде мен қорқынышыма қарсы күресуді қолға алдым. Өзім қорқатын барлығын бір-бірден тізіп жазып шықтым. Және мақсатым осы қорқынышты жеңу болды. Ең үлкен қорқынышым не еді білесіздер ме? Ажырасу. Бұл сөзді естігенше саңырау болайын дедім. Мен енді өзімді қаламай қойған күйеуіме барынша жақындағым келді. Мен барлығын жақсы боларына қатты үміттендім. Бірақ бұл менің қорқынышымнан басқа ештеңе емес екенін түсінген күнім, мен күйеуімді еркіндікке жібердім. Және осы арқылы өзімді де еркін сезіндім. Мен сезімдерімді басқаруды үйрендім. Күйеуімнің қайта үйленіп жатқан естіген күні, оған сен үшін қуаныштымын және дүниедегі бар бақытты тілеймін деп хабарлама жібердім. Мен әлі күнге дейін ол үшін дұғадамын, оны ол да біледі. Екінші қорқынышым енді ана бола алмауым еді. Бұл ой мені жеп бітіретін еді, бірақ мен кейінірек жалғыз арманы ата-аналы болғысы келетін балалары бар екенін ойлап, жылағаннан ешқандай пайда жоқ екенін түсініп, жай ғана барып бір бала асырап алу керек дедім. Мен солай жасадым да. 2 жылдан соң Пәкістандағы кішірек бір қаладан қоңырау шалды. Олар ұл бала бар екенін айтты. Қаласам асырап алуға болатынын ұсынды. Мен я дедім. Я, қазір-ақ барып үйіме алып келемін дедім. Сен өзіңді қалай бар болсаң, солай қабылдауды үйренсең, дүние сен солай қабылдай бастайды. Барлығы өз ішімізден басталады. Бізде өмір туралы ғажайып тылсым бар. Барлығы осындай болу керек. Бұл менің жоспарым, барлығы осы жоспар бойынша болу керек деп ойлаймыз. Жоспарымыз іске аспаса, бірден жеңіле саламыз. Мен ешқашан мүгедектер арбасында болуды армандамадым. Бұл туралы ойлап та көрмегем. Өмір сынақ ешқашан жеңіл болмайды.
Өмірден жеңілдік күтіп жүрсең, қолыңа лимон береді, сен одан лимонад дайындайсың. Бірақ тағдырды кінәлама, себебі сен оның жеңіл өтуін күттің. Сынақтардың барлығы әлсіз адамдарды мықты ете түседі. Өмір сынақ, оны мойындау керек. Қорқу табиғи, көз жас төгу табиғи. Көп нәрсе табиғи жағдай, бірақ адамның таңдауы жеңілу бола салмау керек. Сәтсіздікке ұшырасаң, қайта бастайсың. Жығылсаң, қайта тұрасың. Қайта. Осы нәрсе сені әрекетке итермелеп тұрады. Дүниеде сенің өміріңді арман қылып күн кешіп жүргендер қаншама, сен тіпті елестете алмайсың. Әрбір алып жатқан деміңе шүкір ет, әрбір жасап жатқан секундыңда тірі екеніңді сезін. Өлім келмей тұрып өлме. Өміріңді толық жасап өт. Жаман нәрсе ойлауға уақытыңды қалдырма.